Kaydasın ayda, şerdeginde ayda, kanday meken jayda. Егерде біз шейх болсақ, Альманас, кешке босымын бір жерге барып қайту керек еді. Қайда? Автосалонға барып, бір автосалон сатып алу керек еді. Мәлік шейх дестің бе? Не болды? Ей, анау жағдай түсіп, нашарлап, кедейленіп кетті ғой. Не болды оған? Кешегі мініп жүрген ламборджини бүгін де мініп жүр дейді. Әйелім айтады кеше. Бурж Халифаның төбесінен шығып Дубайға қарайық дейді. Сөйтіп, Дубай алақандағыдай көрінеді дейді. Ма бір бәле дейді. Бізде мұнай бар, газ бар. По идее біз қазақтар сияқты өмір сүруіміз керек қой. қалай ол? Экономда мысалы ше. Нені мынаны бәрін салып отыр. Басы айналып отыр. Ауру халықтың жасы. Бүйтіп мойындары өйтіп. Үшінші әйел алдың ба медет шейх? Жоқ соны әлі ала алмай жатырмыз. Ертерек тоқал алып қал, жасың 23-тен асты, ертең таңдап жүріп қаласың. Дағы братандар Дубайда. Бать, братчик, ар жақта ютубтан, гуглдан көріп жүрген қыздар жатыр ғой. Братан, анан көбесіне шығайық та. Жоқ, бас айналып, құлап, жер анан құшақтап отатын желания жоқ, братчик. Машинамен түсіріп алшы, мен бақыға жіберейін. Кеше Сараков қалдым деп мақтанып отыр. Түсіріп алшы. Отырып тұра алшы. Темекін қарға шегесіз? Шеге бер, братан өші. Арабияның түрмесінде жатпай қаппақ маты оранып ал. На машиналар біздің братчиклерге берсең, бір күн айдап арғы мусоршыған қуып көтейін деп тұр. Парковкадан шығып келе жатсам, біреу hello, what is your name дейді. Қойын, ондай жасынан өтіп кеткенбіз деген. Таста деген. Братчика, нос сатпайды нақта? Жоқ, братан. Әше сатпай ма? Әше. Гаджет, баламыз, гаджет, бро, систер, гаджет. Ассалам алейкум. Қазақсың ғой? Братан. Мен де қазақпын. Жұмыс істеп жүрген бұл аға, шетелде. Молодец. Қай жақтансың? Алматы өзің барасың. Шымкент қой. Қазір Шымкент. Шымкент. Батыстан, Ақтөбеден жоқ қой. Жоқ, мына гостиница полный Шымкент болып жатырмыз. Өтсек? Басқа қаладан жоқ. Жоқ. Өтсек өзіміз жатыр. Жүрсек гостиница. Жоқ, братан. Мал ма бір қаз-қарта бір нәрсе жеп кетсін десем. Анау не беріп кетті? Сабыса? Айттым саған неше айтпас. Жуынып, кішкене киініп, мынандай үстеріне киіп жүрсе, бәрі бомж деп ойлайды, білесің ба? Бомж ұқсайды ба не? Айнымайсың, таңғаламын саған. Тура бомж сияқтысың, родной. Түсінші мені. Қарасаң мені қайыр жеп. Мәке, екінші кабинетке 2 шашлык берейін. Шумаға зор шашлыклардан бар. Әкем, бұл хаяттарда бұндай шашлыкты мен сосын Рой Джонс қана істелатты. Білесің оны? Хабибті танисың ба екен? Танимын. Сол Хабиб 29-дағы бойда осы шашлыкты жеп чемпион болды да. Оны 2 адам біледі да, Хабиб пен мен ғана білемін да. Әкем, мұндағы екеуінен айырмашылық көріп тұрсың ба? Жоқ. Әкем, тупайсың ба? Мұндағы карачка, мұндағы фарчық қой. Әкем, қолым киіп қалды да. Әкем, мұндағы екеуіне көріп тұрсың ба езінсі? Жоқ. Трикстің рекламасын көрмегесің. Мұндағы баштан аяққа пісірілген, мұндағы аяқтан башта пісірілген. Түсіндің ме? Әкем, шашлығың таяр болды, қай кабинетке апарайын? Іште қалауын балдармен қыздар соларға бар. Ким? Қалауын. Ке беремін шашлыкты. Вообще жиналайық, Ташкентке қайтамыз болды. Кетейін, істемеймін жұмысшыларыңды. Oh my god! Safari and Dubai! Notebook, the September. Remember, exercise. Таңғалып баратқан қарасаңдар. Не құм жел. Біздің Қызылордада ше бұндай жел деген екі жақтан ұрады. Үстінен біреу ұрады, астынан ұрады. Сонымен жел деген бізде мысалы бар Қызылорда. Оң қоя берші. Әлі ана жерде 2 қыз айтамын да, түйеге таңғалып, өте жан бер деп жатыр да. Ондай түйенің үйде 40 жатыр ғой, жартап шемейді. Самаурынға
деп жатырмын. Самон әжінейін деп отырмын. Онша емес, ыстық дейді. Северде адамдар үсі бөліп жатқанда біз Шымкентский олар шортик болып беріп жүреміз ғой. Болмайды екен, қайттық құдалар келіп жатыр дейді. Кеттік. Яндекс келе ма беқа? Яндекс келеді, ана чақырып қойды ғой Яндекс.